Bismillah. Hermen bolsa bugün qaqtan, ölennin götereyik jigim batpan. Tevelsizlik toyların kutlu bolsun, azatqın asmanında külüm qaqqan. Қазақ деген байғалық қайырш емес, дірілдеп дорбасының түбін қаққан. Тарихы одан да бай империялар көрсетпей архивіне тығып жатқан. Көшпенділер күркіреп тұрған кезде Парижде санаулы адам тұрып жатқан. Аттан түспей қамшымен қағып бабам Римнің төбе құйқасын шымырлатқан. Құндар кеше салдырып алып қорған Қытайлардың кеудесінен шыбын қаққан. Тоқтамыстар тоқтамай үш шапқанда көк көздердің көзіне ірін қатқан. Тарихи осы сана ұстап тұрар түсірмей ұлтты биік ұлыңдаттан. Ассалаумағалейкум ардақты жұрт, сөз күткен мұхтар менен ринаттан. Өткір шыпшақ секілді өрендерек семіз қойдың тамағын жыбырлатқан. Ал енді ақындарды қарсы алыңдар. Болсыншы бәріңізге шындығын қоғамыңның шырылдатқан. Ханға салған орданың қасына кеп қалқайтып қара қосын тігіп жатқан. Ақмешіт жыр мен сырдың сағасындай, ажары туған айдың жаңасындай. Үш астана болған жер тарихтағы алталаштың бүгінгі анасындай. Сол жерде байыз тапқан Қорқыт бабам күллі түркі халқының бабасындай. Мұралар екі жерде сақталыпты, Дрезден мен Ватикан қаласындай. Европаң ежелден оқытты ғой Қорқыт деген қазақтың бабасынбай. Бірақта ЮНЕСКО-ға кіргізбепті, танытпаған секілді шамасынғай. Елеулі Қырымбек елдің ұлы 4 жыл бойы сол үшін аласұрдай. Ақыры жиын өтті Африкада, жақында алпауыттар арасындай. Қорқыт ата мәдени мұралары ЮНЕСКО-ға кіріпті бағашылғай. Мәдениетті үйренсін олар бізден, мәжбүр бопты ақыры санасуғай. Сіздерден сүйіншімді сұрай келдім, қол ұрып қол соқсаңдар баласынбай. Тәуелсіздік тойында Астанаға сырдың тартқан тартуы дәл осындай.